Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөгіс филиалында жәмі бір студентлер тұрақ жайы болып, оның сыйымдылығы 78 орын етіп белгіленген. Қазіргі күнде студентлер тұрақ жайында 78 студенттің 43-і қызлар, 35-і ұл балалар жасамақта. Студентлер үшін барлық зару шариатлар жаратылған. Сонымен бірге филиалда 243 студент ижара үйлерінде жасап келмекте. Олар 153 ижара квартиралары бойынша жайласқан. Осы категориядағы студенттердің қыс маусымында иіс газден зәһәрленуінің алдын алу, ысыту үскенелерінен дұрыс пайдалану һәм электр қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында филиалдың ішкі бұйрық тикарында арнаулы ішкі топар түзілді. Бұл ішкі топар тарапынан барлық ижара тұрақ жайлар толық үйреніп шығылды. Студенттердің жасау шариатлары үйренілді. Ысыту үскенелерінің сазылығы һәм қауіпсіздік талаптарына муафиқлығы тексерілді. Өткерілген сәуетлерде студенттерге ысыту пештер һәм газ үскенелерінен дұрыс пайдалану, вентиляция, морлардың жағдайын тексеріп бару, табиғи газ иіс сезілген дәрхал бөлмені самалату, үскенелерді өшіріп қою, насазылық анықталғанда жауапкер қанегілге дәрхал хабар беру бойынша толық түсініктер берілді. Сондай-ақ қауіпсіздік талаптарына жауап бермейтін, жасалма ямаса стандартқа жауап бермейтін газ құрылмаларынан пайдалану, қатаң қадағалау етілуі, газ коммуникацияларына резина шлангалар орнатпау, электр үскенелерінен артықша пайдаланбау бойынша тұрақлы үгіт-насихат жұмыстары алып барылды. Тексерулер davomында айрым ижара үйлерінің анықталған кемшіліктер тұрақ жай иелері, тиесілі қанегелер қатынасуында өз уақытында сапыластырылды. Ижара үйінде жасап отырған студенттердің морлары тиесілі қанегелермен бірге толық тазаланып берілді. Студенттердің жасау шариаты қай жерде болуына қарамастан қауіпсіздік ең тикарғы мәселе. Газ үскенелерінен надұрыс пайдалану өмір үшін үлкен қауіп тудыратұғын ұмытпауыңызды және бір мәрте атап өтемен. Әр біріңізден бар болған қауіпсіздік қағидаларына қатаң әмел етуді, гуманлы жағдайларда дәрхал жауапкерлерге müracaat етуіңізді сұраймын.